Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның Мадинаға келгендегі ең бірінші ісі, бәрінен де маңызды болған ең бірінші не болар? Ол мешіт тұрғызу. Және Құбаға келгенде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам ең бірінші ісі не болды? Құба мешітін тұрғызу болды. Сондықтан ғұламалар не айтады бауырлар? Мешітсіз дейді, дін жоқ дейді. Мешітсіз дағуат жүрмейді дейді. Мешітсіз бауырлар, мұсылман ешқандай жеңіске жетпейді дейді. Яғни мешіті жоқ болатын топтың шеті көрінеді жалпы. Егерде мұсылмандарда мешіт болмайтын болса, ол мұсылмандардың шеті бар жалпы. Егерде мұсылмандарда мешіт болатын болса, егерде бір топ мешітке жарысып баратын болса, бірінші сапқа жарысу деген тақырып болатын болса, мұсылмандарда болашақ сондай мұсылмандарда бауырлар. Сондықтан яғни мешіт міндетті түрде болу керек. Егерде мешіт жоқ болатын болса, тұрып отырған жерінде мешіт салыңдар. Яғни сондай жерде өмір сүреді екен, мешіт жоқ. Барынша тырысыңдар, мешіт салыңдар. Шарт емес, бағанадай үлкен, бағанадай мрамордан сондай мешіт салу жоқ. Яғни бір 10-ға 10, 6-ға 6, яғни 12-ге 12, яғни сондай мешіт салу. Және кейін керек емес үлкен бір немен, сыртын мраморлеп, анау жоқ, арзан, сол заманға сай сондай қарапайым мешіт салу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: биташидил масажид дейді. Яғни мешіттерді үлкейтіп, әдемілетуге мен бұйырылған жоқпын дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям андай мешітті үлкейтіп, әдемілетіп, жарысып, ондай нәрсеге бұйырылмаған. Мешіт яғни сондай қарапайым болу керек. Яғни заманға сай болу керек. Ескі, бағандай штукатурланбаған, іші бәрі жер бәрі топырақ деген жоқ, ондай емес. Заманға сай. Сонымен бауырлар, бірінші егерде сондай мұсылмандар болатын болса, яғни мешіт жоқ екен, сондай бір ауылдық жерлерде барынша мешіт салуға тырыссын. Ал егерде қалаңда мешіт болатын болса, онда мешітті бір өміріңдегі бір үлкен орын беріп қой өміріңде. Ең маңызды мұсылмандардың бір болашақ болатын мешіттен, дағуаттың бәрі болатын маңызды мешіттен, тіпті саған дағуат жасатпаса да, сол мешітке барудың өзі, денең сол ішіне кірудің өзінде үлкен дағуат болады. Жаңа біреулер келеді, соларға дағуат етесің, дінді жеткізесің, намаз үйретесің. Яғни альхамдулилля, яғни үлкен бір не ғой, субханалла, үлкен жетістік мешіт болатын болса. Сондықтан маңызды нәрсе бауырлар, мешіт болу керек.